Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, сіздермен бірге дәмді ас каналы. Бүгін картошкадан ерекше тағамдайтын дейтін боламыз. Мен картошка 1-200 грамм картошка алдым. 1 кило 200 грамм. Картошкамызды ашып, тазалап алып, осындай гармошка етіп тураймыз. Бәрін осылай. Мынандай 2 таяқшаны пайдаланамыз, өйткені ар түбіне өтіп кетпес үшін. Осындай таяқша пайдалансаңыздар өте жақсы болады. Осылай гармошка жасаймыз. Барлық картошканы осылай тураймыз. Өздеріңіз таңдайсыздар қалыңдығын. Қалыңырақ картошканы қалыңырақ кесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Бір қатып қалған қағида жоқ. Енді картошкамды мен осындай дүкенге барсам, осындай картофельный не бар екен, приправа, дәмдеуіш. Осыны алып келдім. Маған өте ұнады, жақсы екен. Осындай 3 бас пиязымды алып, біреуін пиязымызды осылай төртбұрыштап турап аламыз, мантиге турағандай етіп майдалап. Әрине бұны мен фаршқа турап атырмын. Фаршымды бір 300-400 грамм фарш алсаңыздар жарайды, жеткілікті болады. Пиязымызды майдалап алып, фаршымызға саламыз. Фаршқа енді біз тұзымызды, қалауымызша қара бұршымызды салып, араластырып дайындаймыз. Енді қалған пиязымызды турап аламыз. Осылайша чесногымызды турап, қызып тұрған майымызға чеснокты саламыз алдымен. Қуырамыз біраз. Чесногымыз қуырылып, тамаша сондай иісі шыққаннан кейін пиязымызды салып қуырамыз. Пиязды қуырып жатқан кезде әрине тұзымызды саламыз өз қалауымызша. Дәмдеуіштер салсаңыздар болады. 1 қасық томат салдым. Томатымызды салып араластырып қуырамыз. Пиязымыз жақсы қуырылғаннан кейін артынан мен осындай 1 қасық соевый соус құйдым. Араластырып, үстінен өз қалауларыңызша суларыңызды құясыздар. Алған картошкаларыңызға байланысты болады, қанша су қажет екені. Суымызды құйып, қайнатып, астын басып қоямыз. Бұл уақытта картошкамызды арасын, гармошқа кескен картошкамыздың арасын фаршқа толтырамыз. Үсі фаршымызды салып, дайындаймыз. Өте тамаша, әдемі, түрі сондай тартымды, үйдегі жақындарыңыздың тәбетін ашатын тағам. Осылайша дайындасаңыздар болады. Көп уақыттарыңызды алмайды, өте жеңіл, керемет, лезде дайын болатын тағам. Картошкамыздың түрі бір ерекшелік беріп тұр. Әдемі сондай тамаша болады. Бір-екеуін мен сіздерге көрсеттім, құрметті көрермендер. Осылайша дайын болды. Бір керемет ерекше қоңыз сияқты ма, түрі сондай әдемі, тамаша. Қайнап тұрған осы дайындап қойған подливімізге тұзын көреміз алдымен. Құрметті көрермендер, тұзын туралап көріп алыңыздар. Жақсылап газдың астын ашып, әбден жақсылап қайнаған соң, осылайша картофелдерімізді саламыз. Мен осылай бір жанымен салып жатырмын. Менің картофелім көп, сондықтан сыйымды болсын деп осылай салып жатырмын. Әркім өзінің жанұясына байланысты өз қалауынша алады. Осылайша барлық картофелімізді орналастырамыз. Өте тамаша, керемет болады. Шатырлатып майға қуырып жегеннен көрі осылай бір түрін жасап жесеңіздер болады. Өте керемет болады.
Біздің бала күнімізде анамыз жұмыстан келгенше әкеміз осындай сулы етіп картофель пісіріп беретін. Ол бізді ертегідегі балта сорпа бұл деп солай алдап жегізетін бізге. Өте керемет болады, дәмді болады. Дәміне, құрметті көрермендер, ешқандай күмән келтірмеңіздер, өте тамаша болады. Міне картошкамыз дайын болды. Енді тарелкамызға салып сіздерге көрсетемін. Сіздермен бірге болған Дәмді ас каналы осылайша мені қолдап, лайк басып, тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Құрметті көрермендер, менің келесі рецепттерімді, жаңа рецепттерін жіберіп алмасы үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Дәмді ас каналы. Осылай салып, міне суынан да құйыңыздар. Сулы болғаны өте керемет. Балаларыңыз нан батырып жейді. Өте керемет. Бетіне укроп сепсеңіздер де болады. Ерекше тамағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дәмді ас каналы. Сау саламатта болыңыздар.